Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте ерекше рецептпен ванофи пайдың жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Мен алдында бір-екі рет жасағанда ол рецепт ұнаған жоқ. Қамыры жұқа болып, қаттылау болып қалған болатын. Ал осы рецепт маған өте ұнағандықтан сіздермен бөліскім келіп отыр. Енді біз бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып аламыз, және оның үстіне қантымызды саламыз, қопсытқышты саламыз, және де бөлме температурасында тұрған сармаймызды салып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз, крошка жасап. Барлық ингредиенттерді описаниеге жазып кетемін, толық массасын. Сол бойынша жасай бересіздер. Сосын бір бүтін жұмыртқаны және жұмыртқаның бір сарыуызын салып, қамырымызды мұздатқышқа, холодильникке жібереміз. Сосын оны тоңазытқышқа жарты сағатқа кем дегенде қойып аласыздар. Менікі жарты сағат тұрды, асығыс болғандықтан алып, осылай онымен кішкене жасасаңыздар да болады. Жайып формамызға келтіріп аламыз. 24 см форма, менде өздеріңіз қалаған 26-ға да жасасаңыздар болады. Осылай көтеріліп қалыңдау болып піседі. Енді оның үстіне біз варенкамызды салып аламыз. Өздеріңіз қалағанша жартысын салсаңыздар болады, одан да салуға болады. Сосын менде бір бүтін банан кетті. Осылай барлығын қойып аламыз да кремімізді үстіне жағып аламыз. Менде крем-чиз, ол творожный сыр, сахарный пудра және де сливкидің араласпасы. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін өзіңіз қалағанша әрлеп қоясыздар.